АКШ Иранга каршы әскери операциясын өтетті. Сәрсенбі күні Вашингтон Тегеранның сауда кемелеріне төндіретін қаупін сейілту мақсатында ел аумағына тал түсте тағы да жаппай соққы берді. Осыған дейінгі шабуылдар негізінен түнде жасалып келген еді. Алайда бұл жолы АКШ орталық қолбасшылығы президент Дональд Трамптың тікелей пәрменімен күндізгі уақытта 90 минутқа созылған дәлдігі жоғары әуе соққыларын өткізгенін хабарлады. Бұл қадам қос тараптың өткен айда 60 күндік бітімгершілік жөніндегі өзара түсіністік меморандумына қол қойғанына қарамастан жасалып отыр. Ақ үйдің мәлімдеуінше, Иранның революциялық гвардиясы уағдаластықты бұзып, стратегиялық маңызы бар Ормуз бұғазында кемінде 7 сауда кемесіне шабуыл жасаған. Бұл Вашингтонның шұғыл әрі қатаң жауап қайтаруына түрткі болды. Өз кезегінде Тегеранда қарымта соққы беруге көшті. Иран АКШтың аймақтағы нысандары мен шығанақтағы одақтас елдерде орналасқан әскери базаларын нысанға алуда. Соңғы күндері Қатар, Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт және Бахрейн елдері өз әуе кеңістігінде Иран тарапынан атылған снарядтарды тосқауылдап атып сүргенін растады. Ал Иран билігі бұл әрекеттерін тек өзін-өзі қорғау деп атап, егер Вашингтон агрессиясын тоқтатпаса, жағдай бақылаудан шығып, шиеленіс бұдан да бетер ушығатынын ескертті.